Саламатсыздар ма, бірінші сынып оқушылары? Ана тілінен 98-ші сабақты орындайық. 98-ші сабақ сөйлеу әдебі. Мәтінді оқы. Кім ақылды? Ерден мен Еркебұлан бірігіп жап-жақсы ойнап жүреді. Бір кезде көпір үстінде біріне бірі қарсы келіп қалды. Ерден, мен саған жол бермеймін, деп тұрып алды. Ал Еркебұлан, мен осыған бола ерегіскім келмейді. Бұдан былай сенімен ойнамаймын, деді. Сөйтіп үйіне қарай жүре берді. Сонда екеуінің қайсысы тапқыр, ақылды болғаны? Балалар, бұл жерде бізде Еркебұлан ақылды болып тұр, иә? Себебі саған жол бермеймін деп бір-біріне қарсы келіп қалғанына мән бермей, ол үшін ұрыспаймын деп үйіне қарай кетіпті, иә? Одан ары қарай ұрысып қалмас үшін. Енді сұрақтарға қарайық. Ерден мен Еркебұланның қайсының ісі дұрыс? Әрине, Еркебұланның ісі дұрыс, иә? Әдепті бала қандай болу керек деп ойлайсың? Әдепті бала әрқашанда жақсы сөздер айту керек, жақсы істер жасау керек, достарын сыйлай білу керек. Автор бізге не айтқысы келді? Автор бізге достарыңмен жақсы қарым-қатынаста болыңдар, бір-бірлеріңді ренжітпеңдер деп айтқысы келді, келесі, осындай жағдайда бір-бірлеріңе жол бересіңдер ме? Балалар, сендер жол беретін бе едіңдер? Осыны ойланыңдар, жақсы ма? Келесі, көшіріп жаз. Рұқсат етіңіз, ренжімеңізші. Мақұл, қалауыңыз білсін. Көрдіңдер ме? Қандай сөздер, жарайсыңдар. Келесі, сөздер қоржынынан ізеттілікті білдіретін сөздерді ізде. Ізеттілікті білдіретін сөздер: айып етпеңіз, кешіріңіз, рахмет, оқасы жоқ. Барлығында ізеттілікті білдіретін сөздер десек болады, себебі қателік жасасақ, кешірім сұрауымыз керек, немесе айып етпеңіз деп айтуымыз керек. Бізге көмектесіп жатса, рахмет деп айтуымыз керек. Ал біз көмектесіп, бізге рахмет айтып жатса, оқасы жоқ деп айтуымыз керек, Жарайсыңдар, балалар. Енді осы сөздерге қатыстырып, сөйлем құраңдар депті. Айжан Маратқа көмектескені үшін рахмет айтты. Көрдіңдер ме? Бұл жерде рахмет деген сөз бар. Яғни, көмектескені үшін алғысын айтқан, Жарайсыңдар, балалар. Сау болыңдар.